естіліп тұр, естіліп тұр. Аха. Сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай? Аманғали аға. Жақсы, шүкір аға. Ал өздеріңіз қалайсыздар? Көңіл күйлеріңіз жақсы ма? Жақсы аға. Қанша адам қатысып отыр, команда мүшелері? Бер жақындан команда мүшелері толық қатысып отыр. Біз кабинетте отырмыз міне. Жақсы. Аха. Просто директор ғана акиматқа жиналысқа кетіп еді, келмей жатыр. Келіп жатса қосылады аға. Аха, жақсы. Аха. Олай болса, енді өздеріңіз білесіздер ғой, мына дос болайық бағдарламасы апробациядан өтіп жатыр. Ертең оқу жылының соңында бұл аяқталады. Енді оған дейін біздің институт мониторинг диагностика жүргізіп отыр ғой. Жылдың басында қандай болды, ертең жылдың аяғында қандай болады. Сол кезде сіздердің жұмысыңыз дұрыс нәтиже беру үшін біз бұл жұмысты 10 жылға қоймасақ болмайын деп тұр. Өйткені отчет алдық декабрьдің соңында. Ал ол отчетқа біздің көңіліміз толмай отыр. Біраз жұмыс жасалмай жатыр. Енді сіздер жасамай жатырсыздар ма? Әлде сол жасаған жұмыстарыңызды бізге дұрыс көрсете алмадыңыздар ма? Білмейміз. Және егер ол жұмыстар жасалмай жатса, неге жасалмай жатыр? Қандай қиындықтар бар? Сол қиындықтарды бірлесе отырып шешу үшін осы кездесуді ұйымдастырып отырмыз. Олай болса, қазір осы жасалып жатқан жұмыстар туралы айтып өтсе, сіз өзіңіз таныстырасыз ба? Мен Жамбыл ауданы Абай атындағы гимназия мектебінің тәрбие жөніндегі орынбасары Қалбекова Мадина Ертугановна. Есімім Алишева Жадыра Маликовна, директордың тәрбие жөніндегі орынбасары. Негізі осы дос болайық жобасын бірге жүргіземіз. Жалпы алгоритм арқылы не құрылған, буллинг командасы құрылған. Қазір барлығын көрсетеміз сізге. Жұмысымды аша берсем бола ма? Қалай? Слайдты аша берсем бола ма деймін? Болады, аша беріңіз. Көрінді ма аға? Аха, көрініп тұр аға, жақсы. Так, Алматы облысы Жамбыл ауданы Абай атындағы гимназия мектебінде білім алушылар жәбірлеуді, буллингтің алдын алу жөніндегі дос болайық бағдарламасы сынақтан өткізуге арналған іс-шаралар таныстырылымы. Жалпы бұл Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрлігінің 2024 жылғы 1 наурызда нөмір 52 бұйрығын орындау мақсатында жоспар жасалынып, дос болайық бағдарламасы аясын сынақтан өткізу шаралар атқаратын жұмыстар жүргізілді. Пилоттық жоба негізінде біз енгендіктен. Енді жалпы осы дос болайық бағдарламасы енгендіктен біздің мектеп директоры Тілепбергенов Серік Аққұлович педагогикалық кеңесте қаралды бұл дүние. Бұған Дауысыңыз естілмей қалды. Мүлде естілмей. іс-шара жоспары жасалынды. Антибуллинг команда бұл жерде Дауысыңыз шықпай тұр. Дауысыңыз шықпай тұр. қосылды ма? Аха, қосылды. Мадина ханым, дауысыңыз естілмей тұр. Қазір слайд қойш. Мынау, білмеймін, қайта не шығып кетіп тұр ғой.
Ашық тұрған жоқ па? Мынаны қарашы. Аға, көрініп тұр ма сізде? Көрінді, аға, көрініп тұр. Жоспар жасалынды, бұйрық шығарылды. Ата-аналарға, мектептің кіші қызметкерлеріне жиналыс өтілді. Одан кейін жалпы оқушылар арасында құқық бұзушылық, аутодеструктивті мінез құлық және жеке басына қатысты сұрақтар, буллингтің алдын алу мақсатында орнатылған сенім бұрышы QR-кодты қолдану туралы түсіндірме жұмыстары жүргізілді. QR-кодты қолдану, смартфон камерасын QR-кодқа бағыттау арқылы мектеп әкімшілігі анонимді ұсыныс, өтініш, тілек, сұраныс жасауға жағдай жасалынды. Мынау біздің QR-кодымыз оқушыларға қалай жұмыс жасау екені көрсетілді. Сенім бұрышының бұйрығы мынау. Сосын оқушылар мен ата-аналарға мектеп психологы әлеуметтік желіге Instagram жұмыс парақшасында буллинг туралы әрқайсыңыз не білуге тиіссіз және онымен қалай күресу керектігі туралы, буллингтен қалай қорғанамыз, бала қауіпсіздігі тағы басқа туралы жадынамаға жарияланып отырды. Былай айтыңыз, ауыспай тұр. Ауыспай тұр? Ауыспай тұр, аға. Не болып қалды мына? Енді ауысты ма, ағай? Ауыспады. Ауыспады дейді. Сіз айтып жатқандарды біз көре алмай отырмыз қазір. Қазір, ағай. Көрінді ме, ағай? Міне енді ауысты, аға. Жаңағы айтып өткені мынау енді. Мынау сенім бұрышы, сосын QR-код, соған бұйрық шығарылды. Сосын мектеп психологтары осы буллинг бойынша жаднамалар жасап, бала қауіпсіздігі туралы, буллингтен қалай қорғанамыз деп желіде жариялады Инстаграмда. Енді жәбірлеу жағдайында тап болған оқушылар және ата-аналармен жүргізілген жеке топтық жұмыстың жоспары мынау. Мақсаты жәбірлеу жағдайында зардап шеккен оқушыларға психологиялық қолдау көрсету, өзін-өзі бағалау деңгейін қалпына келтіру және эмоциялық тұрақтылықты дамыту, оқушылардың әлеуметтік ортасымен жұмыс жасап жәбірлердің алдын алу. Жалпы мына мектебіміздің психологтың жұмыс жоспары, сосын мынау алған сауалнамасының хаттамасы, жұмыс кестесі. Мынау жаңағы 506 бұйрыққа негізделген бұйрықтарымыз, мектепшілік жауапты тұлғалар барлығы осы бұйрықпен танысып қол қойылды. Ағай, естіліп тұр ма? Аға, естіліп тұр. Мынау қауіпті аймақтардың схемалары, қауіпті деген аймақ мектепте жоқ, бейне бақылау орнатылған жерлерде мектепшілік, кезекшілік қойылған. Жалпы бізде секюрити күзет бригадасы жұмыс істейді, турникет 1, бейне бақылау сыртқы 21, ішкі бейне бақылау 47, дабл кнопкасы Жамбыл аудандық полиция бөлімімен байланысқан 1, мектепшілікте кезекшілік кестесі құрылған. Мынау мектептің ішкі схемасы, қауіпсіз картасының. Сосын, енді білім беру ұйымдарында жәбірлеудің, буллингтің алдын алу жөніндегі Дос болайық бағдарламасы бойынша 1-11 сынып оқушылармен жоба жұмыстары бағдарлама шеңберінде буллингке қарсы шаралар 3 бағытта жүргізілді. Жаңа айтып кеттім ғой сізге, оқушылармен жұмыс, педагогтармен жұмыс, ата-аналармен жұмыс. Мынау тұрған QR-кодты скрин жасасаңыз, біз Абай атындағы гимназия мектебінің Instagram парақшасының QR-коды осы жерде Дос болайық туралы барлық дүние салынған. 1-2 тоқсанда 1 тоқсанның сабағы, 2 тоқсанның сабағы, жоба жұмыстары, ата-аналармен жиналыстар барлығы жүргізілді. Бұның барлығы Instagram желісіне салынды, ақпарат берілді. Және де бізде жалпы 91 сынып бар, 91 сынып жетекші бар. Жалпы мектепте оқушы саны 2292 оқушы бар. Аға, естіп отырсыз ба? Иә, естіп отырмын. Енді
жобаны іске асыруда оқушылармен тренингтер, сынып сағаттары, акция, челлендж, кеңес беру іс-шаралар ұйымдастырылып, буллингтің алдын алуға бағытталған арнайы жадынамалар мен буклеттер таратылды. Барлық қатысушыларға ризашылық білдіріліп, мектепте достық қарым-қатынас маңыздылығы атап өтілді. Жалпы бұл гейлердің барлығына мектеп әкімшілігі тарапынан комиссия құрылып, сыныпта сағаттарына, жаңағы өткізілген тренингтерге барлығын көрдік. Және де әр сынып жетекші өзінің дос болайық жобасында жасап жатқан жұмыстарына видео түсіріп, мектептің инста парақшасына салып отырды. Енді мынау жалпы өзіміздің жиналған ақпарат бойынша Инстаграмға жүктеген дүниеміз 2024 жылы 12 қараша күні 6 сынып оқушыларымен толеранттық үйлесімді қарым-қатынас негізгі тақырыбында тренинг жүргізілді. Оқушылар бір-біріне толерантты болу, өзара сыйластық, сыныптағы үйлесімді қарым-қатынас туралы әңгімелеу жүргізіліп, қарым-қатынас нығайтуға арналған жаттығулар жүргізілді. 24 жылының 29 қараша 8-9 сынып оқушыларда психологиялық қолдау көрсету аясында Жамбыл ауданының емханасының психологы Оразалова Айнұр Нұғмановна мамандары бірлесіп буллинг, кибербуллинг, темекінің зияны, лудомания, қоғам дерті тақырыбында ақпараттық дәріс ұйымдастырылды. Кездесу барысында оқушылар бір-біріне толерантты болуы, достармен өзара сыйласымды қарым-қатынас және зиянды әдеттерден аулақ болу тақырыбында ақпарат кеңес берілді. 24 жылы 2 желтоқсан күні зорлық-зомбылық 16 күн акциясы жүргізілді мектепте. Жалпы ұйымдастырушылар мектеп психологы және де зорлық-зомбылыққа қарсы 16 күрес белсенділік атты акциясы негізінде 4 желтоқсан күні Абай атындағы гимназия мектебінің 10 сынып оқушыларымен зорлық-зомбылықсыз әлемді қалай қорғауға болады тақырыбында тренинг өтті. Директордың тәрбие жөніндегі орынбасары Алишева Жадыра Маликовна. Жалпы буллинг бойынша ауқымды жұмыстар атқарылды. Дос болайық. Енді білім беру ұйымдарында буллингті болдырмау бойынша бағдарламасы негізінде 1-11 сынып балаларын оқыту үшін ұсынылған сынып сағаттар өтілді. Өткізілген сабақтар негізінде оқушылар бір-бірімен қарым-қатынас дағдылары, командада жұмыс істей білу, жауапкершілік, жеке шекаралар түсіну, креативті ойлау, шындықты шынайы өмірді шығармашылық тұрғыдан түсіну, өзін-өзі талдау қабілеті, қиын өмірлік жағдайларда әрекет етуге дайын болу дағдылары қалыптасты. Сынып сағаттары барысында оқушылар жоба қорғау жұмыстары, жағдаяттық сұрақтар, суреттер салып, бейнероликтер көрсетіп, топтық жұмыстарда белсене қатысты. Енді жәбірлеу оқиғаларын тіркеу журналы бізде міне буллинг туралы журналымыз бар. Сосын буллингке қарсы мына жалпы хаттама жазылады, комиссия мүшелері құрылған бұған. Енді қорытындыға келетін болсақ, жалпы осы дос болайық жобасы аясында білім алушылар жәбірлеудің алдын алу бағдарламасы іске асыру жағдайында әлеуметтік бағытталған жобалық қызметтің мақсаты әлеуметтік практика арқылы оқыту негізінде сынып, мектеп ұжымын қолайлы әлеуметтік психологиялық жағдай құрылды, жеке топтық және ұжымдық жұмыс ұйымдастырылды. Шығармашылық және жобалық қызметін сан алуан түрлі рөлдік және іскерлік ойындар және тағы басқа қолданылды. Интерактивті әдістерді өзара әрекеттесу қағидаларында оқушылардың белсенділігін топтық тәжірибеге міндетті кері байланыс негізделген. Білім берудің қарым-қатынас ортасы құрылды. Ол ашықтық, қатысушылар өзара әрекеттесуі, дәлелдемелерінің теңдігі, бірлескен білімнің жинақталуы және өзара бағалау мен талдау мүмкіндігі сипатталды. Жалпы осы ағай. Жақсы, көп рахмет Мадина ханым. Енді өте жақсы есебіңіз өте жақсы, барлық мәселені қамтуға тырыстыңыз. Енді мен мына өзіміздің қолымыздағы сіз жіберген есеп бойынша біраз дүниелерді анықтағым келіп отыр. Бірінші, мына жаңа айттыңыз ғой, енді мына жерде де тұр, буллингке қарсы команданың жұмыс жоспары жасалды. Бұл жоспарда қазір көруге мүмкіндік бар ма? Жұмыс жоспары салдық қазір. Міне буллингтің команда құрылымы міне мына слайдта тұр, көріп тұрсыз ба ағай? Енді не болып тұр? Бұл құрамы, иә? Иә, құрамы бұйрық шығарылды. Жұмыс жоспары бар. Жұмыс жоспары негізінде осы жұмыстарды салып отырмыз ғой ағай. Сол жұмыс жоспардың өзін қазір мен көргім келген. Көргенде оның ішінде мына мысалы зорлық-зомбылық
бірдеме 16 күн деген жаңа жұмыс айттыңыз ғой. иә. Сол жаңағы ненің буллингке қарсы команданың жұмыс жоспарында бар ма, жоқ па? Бар ғой. Сол жоспардан алып отырмыз ғой, ағай. Даусыңыз естілмей қалды. Бар. Бар, ағай. Слайд өшірші. Даусыңыз естілмей қалды, кім? Мадина? Даусым қосылып тұр, ағай. Даусым қосылып тұр, ағай. Сол жаңа зорлық зомбылыққа бірдеме 16 күн деген жұмысты айттыңыз. Сол Иә. буллингке қарсы команданың жұмыс жоспарында бар ма сонда? Жоспарында бар, иә. Буллингті тіркейтін журналымыз да бар. Жоспарға сәйкес. Сосын бір нәрсе айтайын дегенім, ағай, сіздердегі жаңағы жоспар, бізде де бір тұтас тәрбие бар ғой. Сол бір тұтас тәрбиеде де құқық бар бізде. Сол құқыққа байланысты общий жоспар жасалынды, ағай. Себебі дос болайыққа бір жоспар, құқыққа бір жоспар жасамай, біз барлығын біріктірдік. Сосын жаңа дос болайықтың сабақтарында біз бір тұтас тәрбиенің сынып сағаттары бар ғой, соған кіріктірдік. Себебі оны арнайы біз оған сағат бөлінбейді ғой, ағай, бізден штат ашылмаған. Сондықтан біз барлық жоспарды мектепшілік жоспарға кіргізіп отырып жасадық, ағай. Өте жақсы. Рахмет. Дәл осыны сұрайын деп отырып. Ары қарай, енді сіздерде мына жұмыс жүргізілмеген. Қайсы? Білім беру, жаңа сіз айттыңыз, кіші педагог қызметкерлер дедіңіз. Олар кімдер? Кіші қызметкерлер деген, ол еден жуушы, асхана қызметкерлері, медицина кабинеттің жауаптылары, осылармен жеке семинар өтілді. Түсіндім. Енді сіздер отчетта осыны көрсетпегенсіздер өткізгеніңізді. Енді мен қазір оған плюс қоям, бірақ команда мүшелері отыр ғой, осы жерде? Отыр, міне, бәрі отыр. Осыны кім өткізді? Ау? Осы жұмысты кім өткізді? Мен өткіздім, мен жауаптымын. Өзіңіз өткіздіңіз ба? Иә. Жақсы. Екінші, мына педагогтерге арналған семинар материалдары. Барлығын өткіздім, семинар осы. Оны кім өткізді? Бірінші тоқсанда бір өткіздім, екінші тоқсанда мен өткіздім, ағай. Жауапты мен ғой, дос болайыққа жалпы. Жалпы команданың төрағасы сіз ба сонда? Төрағасы менмін, иә. Жаңа приказын көрсеттім ғой сізге, төраға ретінде мен сайланғам. Жақсы. Біздің жаңа QR-кодты мен сізге жіберейін, ағай. Өткізілген семинар, тренинг, түгел сол Инстаграмда тұр, ағай. Ол бізден аудан талап етеді, облыс ауданнан талап етеді, ол жүргізіледі ғой. Жамбыл ауданында жалғыз біздің мектеп қамтылғандықтан, біз оны ай сайын отчет ретінде беріп отырдық, ағай. Жоқ, сіздердің отчеттарыңыз салыстырмалы түрде біраз дүние бар сіздердің отчеттарыңызда. Енді мына бірінші жаңағы бұл да сіздерде 0 тұр. Неге 0 тұр мен түсінбеймін. Жаңағы әр сынып жетекші сабақ өткізді. Өткізді, иә, 100%, ағай. Осы команда құрамында сынып жетекші бар ма қазір? Сынып жетекші? Алтынай. Қалибек намне. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, Алтынай? Сізге осы жаңағы біз 7-ші қосымша ғой, сол 7-ші қосымшадағы сабақтар түсінікті ма? Әрине, 2 сабақ өткіздік. Бірінші сабақты да, екінші сабақты да мен өзім 4-ші көңіліңізден шыға ма сынып жетекшісі ретінде? Әрине, балаларға да өзгерістер енгізу, немесе ішіне бір түзету, немесе әдіс тәсілдерді ауыстыру керек ау деген ой болған жоқ па сізде? Жоқ. Бәрі жақсы. Осы дос болайықтың сабақтарынан түсінгенім, ағай, бұл жерде бізде күнделікті сынып сағатында балалар өтіп жатады ғой, бірақ дос болайықта бір ерекше практикалық жұмыстар, оқушылар өз қолдарымен жасап, жаңағыдай өте іс-әрекет белсенді болады екен. Мен өзім бірнеше сабаққа қатыстым, сосын видеороликтерден де көріп отырам ғой, сондай бір ынтымақтастық атмосфера құрылады екен де, сынып жетекші де, оқушы да ана жерде бір бірлескен жұмыс өте жақсы көрініс тауып жатыр. Оны мен сіз қазір Инстаграм жаңа QR-кодын жіберейін, аға, ашып көрсеңіз де болады. Біз енді тырыстық қой барынша деп. Ол 92 сынып, ағай, 92 сыныптың өткізілген жаңа сіздер дайындап берген қымызы бар ғой, сонымен сабақ өтеді, оны бекітеді, оға мен қауіпсіздіктің 10 минуттың кіргізем, себебі сынып сағатында 10 минут кіру керек қой, ол сабақ ретінде. Оған бізге арнайы штат берілмегендіктен мен оны сынып сағаты ретінде енгізгенмін жылдың басында. Соны
біз кәдімгідей папкаға реестрға жинап отырмыз ғой, мәлімет ретінде. Инстаграм өткізілген сабақтың несін түгел Инстаграмға салып, соның ссылкасымен мақсатын жазып отырмыз. Ол дайын жаңа сізге көрсетіп қой деді. Содан кейін тағы бір мына жұмыс жоқ сіздерде. Жоғары сынып оқушыларының бастауыш сынып оқушыларына тәлімгерлігі деген. Вот осы жұмыс бізде ақсап тұр, ағай. Бізде мына шаңырақ көмек керек па? Аға, бізде шаңырақ жобасы бар. Шаңырақ жобасын жалпы білесіз бе сіз қандай екен? Шаңырақ жобасы бұл жаңа 9, 10, 11 мына бастауыш сыныпқа вожатый бар ғой. Вожатый ретінде тәлімгерлік жасайды. Бірақ осы именно осы дос болайық бойынша олар жұмыс неткен жоқ. Бірақ шаңырақ жобасы бар біздің мектепте. Бұл жерде біздің мақсатымыз мына жаңағы сабақтар, сынып жетекші сабақтар өтіп жатыр ғой. Осы бойынша сол мысалы 7-ші кластың баласы сол сабақтар, ол бір жағы сабақ, бір жағы жоба. Сол жерде үйренген дүниені 3-ші класстағы былайынша айтқанда іні қарындаштарына барып айту керек. Ол тәлімгерлік деген бір-біріне байланысты дүние. Енді осы тәлімгерлікке қатысты сіздерге бір көмек, бір нәрсе керек па, керек емес па? Жоқ, бізде өзімізде шаңырақ жобасы бар, ағай. Осы тура сіз айтып жатқан дүниені жаңа жоғары сыныптың балалары, парламенттің мүшелері, төменгі сыныпқа барып, жас полиция көмекшілері бар, солар барып көмек көрсетіп, жұмыс жасайды, бірлесіп ағай. Жақсы, аха, мен бұны анықтайын. Енді жаңағы бұл о жерде көрдіңіз бе? Бұл дос болайық бағдарламасы мына жәбірлеу мәселесіне қатысты болғандықтан, олар сол жәбірлеу мәселесінде айту керек қой. Ең болмағанда біреу ұрынып жатса, маған айт деген сияқты. Ал бізде жас полиция мүшелері бар ғой, тағайындалған. Олар кәдімгідей сынып-сыныпты аралап, мысалы біреу құлап жатса, жаңа біреу бір жерден жылап жатса, олар жетектеп алып келеді бізге. Осындай болды деп біз оны анықтаймыз. Қай сынып жетекшісі кім, қай баладан зәбір көрді. Оны жаңа буллингтің журналына тіркейміз, ағай. Ол кәдімгідей байланысқан дүние ғой, балаларды балаларға қарай. Ол жұмыс бар бізде. Шаңырақ жобасы ол бізде бірнеше жыл іске асырылып жатыр, ағай. Сіздердің дос болайықтың көп жобасы жалпы бір тұтас тәрбиенің жұмысына, өзіміздің ішкі жоспарымызға сәйкес екен, ағай. Сонымен бірлесіп жұмыс жасап. Сонымен бәрін бірге істеу керек қой. Бұны бөлек жасамау керек. Жоқ, бөлек емес, ағай. Кейбір мектептер бөлек жасап жатыр. Ол бөлек емес қой, сол процеске ену керек та бұл. Жоқ, бөлек емес, ағай. Бұл педагогикалық кеңес. Жоспарға енгізіп, солай атқарылған жұмыс бұл. Ол жеке, оған себебі штат бөлінген жоқ, бұл жоба ғой, ағай. Жоқ, бұл жоба апробациядан өтіп жатыр. Апробация. Жақсы. Жоқ, жалпы сіздің жұмысты осылай ұйымдастырып жатқаныңыз, ол біздің ойлағанымыздай болып тұр. Өте жақсы. Сосын мен өзім қиналып жатсам, ағай, кешіріңізші, мен қиналып жатсам, тікелей Гүлназ Үсеновнаға звондаймын. Біздің балалар алдында облыстық қандай неге барып келді? Заң және тәртіп деген байқауға барып келді. Сонда Гүлназ Үсеновнадан мен ұсыныс ретінде дос болайықтың бір жақсы әні бар еді ғой, ағай. Сол әндеріңізді алып, біз облысқа барып выступать етіп, осы дос болайық жобасы арқылы. Сол жерде біздің балалар кәдімгідей 50 мыңдық сертификат ұтып келді, ағай. Ол сіздердің жұмыстарыңыздың нәтижесі ғой, мысалы. Сол әнмен шықты біздің балалар, группамен ән айтыпшы. Ерекше болды. Ол жерде қаншама аудан мүшелері қатысты. Біздің гимніміз ғой, дос болайықтың гимні сол. Одан кейін тағы бір жұмыс. Сосын ағай, Алла қаласа, мына аудандық білім бөлімі Алия Оқанқызымен бірлесіп, біз осы Жамбыл ауданында 59 мектеп бар ғой. Сол тәрбие орынбасарларын шақырып, осы дос болайыққа үлкен аудандық семинар өткізейік деп жатырмыз, ағай. 7 ақпан. Бұның мақсаты не? Егер де сіздердің дос болайық жұмыстарыңыз ары қарай енетін болса, біздің Жамбыл ауданының мектептері дайын болу керек қой. Мысалы, біз өзіміз апробациядан өтіп пилоттық жоба болғаннан біз басқа мектептерге осы дүниені айтып таныстыруымыз керек қой. Сосын оқушы әрекетін, ата-анамен жұмыс, жаңағы бүкіл
жүргізіліп жатқан жұмысты көрсетейік деген семинар есебінен бағдарлама жасаймыз Алла қаласа. Оны кеше күні Алеханнамен келісіп рұқсат алдық. Алла қаласа 7-ші ақпан өтеміз ол жұмысты. Осы мына Шамалған Қарасай ауданына қарай ма, әлде Жамбыл ауданы? Жамбыл ауданы. Шамалған орта мектебінде де осы жаңағы Досболайық бағдарламасы ол мектепте апробацияда отыр. Егер мүмкіндіктеріңіз болса, ол мектеппен де бірлесіп жүргізуге болады ол жұмысты. Шамалған бекеті, Шамалған бекетіндегі мектеп, Пушкин Қарасай ауданы бар ғой? Солармен бірлесіп, білмегенімізді бір-бірімізден алмасып отырамыз ағай. И так та былай. Себебі өзі 5-ақ мектеппіз ғой біз Алматы облысы бойынша. Бір-бірімізбен байланыстамыз. Ары қарай кеттік. Енді сыныптың социометриясы сіздерде бар деп ойлаймын, психологтарыңыз бар ғой енді. Ол міндетті түрде бар, иә. Бірақ ол сіздерден 0 болып тұр. Енді дұрыс толмай қалған, жоқ, сіздер емес екен мынау. Келесі, мына әлеуметтік желілерде білім алушылардың Ағай, мен минус барып тұр, мен түсінбеймін ағай. Ал? Мен бұл жұмыстың барлығына плюс қойып, анализін жасап, сіздер сұраған пункт бойынша жібердіңіздер ғой. Бәрін анализіп, анықтамасын жасап, Исатай Иманғалиевичке жіберген. Енді мына біздің әріптестер сіздер құжаттарды қоса жібердіңіздер ғой. Сол құжаттарды ақтара отырып, отчет жасау барысында сіз плюс қойғанмен ол материалды көре алмаса, ол жерге 0 қойған ғой. Сол бойынша мен сұрап отырмын. Енді бүгін жаңағы сіздің таныстыру барысында біраз дүниеге мен плюс қойып жатырмын. Ол енді отчетта жіберілмей қалуы мүмкін, көрінбей қалуы мүмкін. Енді қарап отырған адамда бір, мысалы, енді адам ғой, байқамай қалуы мүмкін деген сияқты. Енді мына жұмыс сіздерде 0 деп тұр. Мына әлеуметтік желілерде білім алушылардың бейіндерімен, оның ішінде орналастырылатын фотосуреттермен, бейнелермен, посттармен, және оларға түсініктемелермен танысу туралы ақпарат. Агрессияның көрінісін анықтау және кибербуллингтің алдын алу бойынша шаралар қабылдау. Осы тұрғыда мысалы жасалып жатқан жұмыстар жоқ па сонда? Неге ағай? Барлық жұмыс мен сізге айтып отырмын, жаңа QR-кодты жіберейін сізге ағай. Егер де ол жұмыс болмаса ағай, мен сіздің алдыңызға сенімді түрде шыға аламын ба? Оны қалай жоққа шығарып, мен мына жерде ренжіп отырмын ағай. Мен қаншама еңбегімді 0 қылып тастағандарыңызға. Сіз кіріңіз менің QR-кодыма, жіберіңізші маған QR-код. Мен сізге қазір салам QR-код. Содан кіріп көріңізші ағай. Бұл отчетты полный мен жасаған жоқпын. Бірақ біздің әріптестеріміз көрді. Келесі, мына мектептегі жәбірлеу мәселесіне қатысты ата-аналарға жүргізілген сауалнама материалдары. Ғой жаңа көрсеттім ғой слайдтан аға сізге. Сауалнама жүргізілді, жиналыс өтілді. Үштік одақпен кәдімгі жиналысымыз өтілді ағай. Енді осы жерде ата-аналардан қайда хабарласатыны туралы ақпарат сіздерде жоқ деп тұр. Бірақ сіздер жаңа жадынамалар бәрін тараттық деп айттыңыз. Иә, ағай. Әлеуметтік көмек бойынша ата-аналық жеке жүргізілетін қазір. Зардап шеккен оқушыларға психологиялық көмек. Аманғали аға, міне қараңыз, мен сізге міне Инстаграмнан дос болайық, міне полный дос болайық қой. Себебі бізде кәдімгідей 1-2 тоқсан дос болайықтың сабақтарын талап еттік қой, аға міне. Жақсы, қазір QR-код жіберсеңіз, оны көреміз, аға. Енді, Мадина ханым, мен сізден бір кемшілік, бір нәрсені іздеп отырған жоқпын. Егер бір жұмыстарыңыз жоқ болса, соны орнына келтіру мақсатында мен анықтап отырмын. Бәрі тұр ағай, міне. Дос болайық, даже бізге жазады, бұл қандай жоба, бұл керемет қой, деп басқа мектептер ағай, міне қарайшы. Керемет креативті дүниелер жасалынады ғой бізде. Ата-анамен жұмыс ағай міне. Қараш, неге жоқ дейсіз? Жоқ дегенде, бұл сіздерден келген отчет бойынша
сынып жетекшілердің еңбегін жоққа шығару деген. Қарашы, қандай керемет жұмыс жасайды. Жоқ, Мадина ханым, сіз дұрыс түсініңіз. Иә. Біз осындай дүниелер сіздің мектебіңіз бойынша 0 болып тұрғаннан кейін сол дүниелерді анықтағымыз келіп отыр. Аха. Бұл бар ма? Егер жоқ болса, неге жоқ? Көмек керек па? Әлде жаңағы, егер бар болса, оның бәріне мен қазір плюс қойып отырмын. Сізден естіген дүниемнің барлығына. Мен ол сізді бір жазалайын, болмаса бір жерге бір аймаңдай қылып шығарайын, көрсетейін деп отырған жоқпын. Сіз де дұрыс түсініңіз. Келесі, так. Қарашы, ағаш, қандай жұмыстар жүргізіп, сынып жетекшілерімен мысалы. Сіздердің өлеңдеріңізбен кәдімгідей ағаш, бұл білмеймін. Естіп отырмын, аха. Енді неге екенін білмеймін, мына буклеттер сіз жаңа айттыңыз, бірақ мына жерде оның барлығында 0 тұр. Қауіпті аймақтың сызбаларын айттыңыз, сенім жәшіктері туралы айттыңыз. Осы дос болайық бағдарламасы бойынша сіздерге қандай да бір көмек әдістемелік тұрғыда қажет па? Көмек па? Енді сіздердің жалпы жасап берген алгоритмдеріңіз, қаншама құжаттарыңыз, ана 7-ші разделдегі бүкіл сынып сағаттарыңыздың несі, бәрі дайын ғой аға. Ол дайын дүниені енді ары қарай жұту, біздікі сіздер қаншама еңбек жасағансыздар, ол еңбекті мойындау керек ағай. Сол еңбекті біз енді осы мектепте көрсетіп, мектепте жүзеге асыруымыз керек қой. Жақсы. Яғни жалпы мен былай қарап отырсам, сосын бір ұсыныс айтайын ағай. Жаңа басында да айттым ғой, сіздер жасап атқан дүниелеріңіз біздегі бір тұтас тәрбие бар ғой аға. Мысалы, сіздер жобалар ұсынып отырсыздар ғой. Мысалы, бір тұтас тәрбиенің стандартында да жоба бар. Мысалы, ол әр сыныпқа бөліп тастаған, мысалы, ұшқыр ой, дебаттық жобасы, смарт бала, балалар кітапханасы, оқуға құштар мектеп, тәртіп және заң қағидалар, сондай жобалар көп. Бізде соларды кіріп отырмыз да ағайымыз, жаңа бірлесіп. Яғни бұл жерде де біздің неміз сол жобаларды именно сол жерден алу керек. Сонда бір тұтас тәрбиеміздің жұмысы жүріп жатыр. Мына жақта дос болайықтың жұмысы жүріп жатыр. Ала қалап, осы апробациядан өтіп, мына жоба қабылданса, сіздер сонда бір тұтас тәрбиенің ішіне кірсеңіздер аға, сонда бізде жұмыс жеңіл түрде өтеді деген сенімдемін де ағай. Себебі дос болайықта жаңа басқа мектептермен салыстырғанда көбісі дос болайықта арнайы жоба қылып жеке қарап жатыр да, оған мен келіспеймін. Себебі ол мектептің ішіндегі жоспарға кіріп, сол жоспармен бірге жүреу керек қой аға. Қайнау керек қой, бірге қайнау керек. Ол өзінше жеке, ол апробациядан пилоттық жоба болып табылғанымен, бірақ мектептің ішкі жоспарына біз енгізіп, сомен жұмыс жасап жатырмыз ағай. Оның нәтижесінде жұмыс жүріп жатыр. Егер бұл жеке жұмыс болып қаралатын болса ағай, бұған уақыт та жоқ, шындығында ағай. Себебі бір тұтас тәрбиенің де жұмысы сұмдық қой аға, бәленбай жоба, бәленбай не, бәленбай АПКО-ның өзінің жиналыстары аға, ата-ана педагог қолдау орталығының жиналыстары. Ай сайын ғой. Ол, вот біздегі проблема ата-ананы қамту ағай. Басында бірінші жылдар керемет қызықты болып, ата-аналар сабақ өтіп, ата-аналардың өздеріне сабақ өткізіп, сөйтіп жұмыс жасағанбыз ғой. Қазір енді ата-ананың басын біріктіру, уже біліп алды ғой, бір жылға үріп алды. Бірнеше ниет біріктіріп алып, әйтеуір осындай сынып жетекшіге айғайлап атып жинатамыз ғой ағай. Жақсы, Мадина ханым, жалпы енді жұмыс жүріп жатқан мектеп ол бірден көрінеді ғой. Ол сіздердің отчеттарыңыздан да біз біраз дүниені аңғардық. Енді ары қарай жаңа ұсыныс айтам дедіңізде, бірақ ұсыныс болмай қалды ғой деймін айтқаныңыз. Жоқ, ұсынысым сіздердің егер дос болайық жобасы апробациядан өткен жағдайда бір тұтас тәрбиеге кірсе. Жақсы, түсінікті. Жалпы біз осы бағдарламаны жасағанда біз мектептің бөлек, мұғалімдердің бөлек уақытын алайық деген жоқпыз. Оны сіз өте жақсы түсініп отырсыз. Біз сабақтарды да тәрбие сағатына кіргізіп, жалпы мектептің жүріп жатқан жұмысына мазмұнға кіргіміз келді ғой, біз мазмұнға кіргізгіміз келді осы дүниелерді.
Жақсы, енді егер сіздерге осы бағдарлама бойынша ешқандай әдістемелік көмек керек жоқ деп отырсыздар ғой енді. Бәрі түсінікті, бәрі өз деңгейінде жүріп жатыр. Енді сіз жаңа QR код жіберсеңіз, мен сол жерден жаңағы жұмыс жоспарларыңызды, кіріктірілген жұмыс жоспарларын, жаңағы бұның ішінде мысалы даже тіпті ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығының несіне кіріп кіретін мәселелерді біз жазып қойғанбыз. Егер соның барлығы орын-орнымен тұрса, мен соны бір көріп шығам. Енді жақсының жақсылығын айт, нұр тасысын дейді ғой. Осы бағдарламаны өз деңгейінде түсініп, өз деңгейінде жүргізіп жатқандарыңыз үшін бірінші сіздерге рахмет айтам. Екінші, осы жүргізіп жатқан жұмыстарыңыз енді менің көңілімнен шығып отыр. Осы тәжірибелеріңізді бөлісу мақсатында мүмкін алдағы уақытта вебинарлар ұйымдастырып жатсақ, сіздерді шақыруымыз мүмкін. Сол кезде осы жаңағы осы жерде айтылып отырған дүниелердің барлығын ортаға салып, басқа кейбір түсініңкіремей жатқан, кейбір бұны түсініңкіремеу мүмкін емес қой. Назар аудармауы мүмкін да, мектеп әкімшілік жаңағы кейбір нәрселерге вникать етпеуі мүмкін. Сол себепті бұл қиындық туғызуы мүмкін. Ал егер вникать еткен адамға біз мысалы жаңағы буллингке қарсы команданың жұмыс жоспарының үлгісінде беріп қойдық. Былайша айтқанда барлығын енді дайын күйінде жаңағы беріп отырмыз ғой. Тек соны ары қарай жаңа өзіңіз айтқандай шайнап берген дүниені тек жұту ғана қалып тұр деп. Жақсы, егер сіздерге ешқандай әдістемелік көмектің қажеті болмаса, егер жаңағы анықтайтын дүниелер жоқ болса, онда сұрақтарыңыз жоқ болса, онда кездесуімізді аяқтаймыз ба? Аяқтайық, ағай. Сосын ағай, осы дос болайық жобасы негізінде біз алдында неге қатысып едік? Курсқа оқытуға, сол кезде сертификат беріледі деген ғой. Сол сертификаттар біздің институт өткізді ма? Біздің институт өткізді ма? Иә, сол кезде қатысқан сынып жетекші, жаңа командамен бардық қой біз, Шамалған, Қарасай ауданында, Шамалғанда. Сізде келдіңіз, ағай. Кім өткізді? Сіздер өткіздіңіздер, Гүлназ Үсенова. Тренердің аты жөні кім дегенім ғой? Гүлназ Үсеновна. Гүлназ Үсеновна. Ол кісі тренер емес қой? Жоқ, сіздер барлықтарыңыз команда болып келдіңіздер, ағай. Қай жерде? Саламатсыз. Қай жерде болды дейсіз? Қарасай, Шамалған аудан бекетінде. Ол не, в октябре мен как раз командировка. Жобалау ғой. Мен тексеру. Жобалау. Жобалау туралы ол семинар болды, региональный семинар для Алматинской области. Мен дайындадым, бірақ мен о жаққа барған жоқпын, потому что мен 2,5 ай командировкада жүрдім. Гүлназ Үсенова, Дагоскина атына барды. Мен де бардым ғой. Сіз бардыңыз. Сіз бардыңыз, ағай? Иә. Бұған сертификат береді деп айтты дейсіз ба? Сол қатысқандарға сертификат беріледі, сынып жетекшілерге деп айтылған негізі. Жоқ, ол просто региональный семинар болды. Для оказания әдістемелік көмек, по-моему. Мен қазір есімде жоқ. Бізде де көп. Міне, ағай, мынау ғой. Значит, бұл жерде сертификат жоқ. Мен сынып жетекшілерге сертификат беріледі деп барған ғой. Өйткені ол курс емес, ол бір күндік семинар ғой, иә. Жоба жұмысын қалай жүргізу керек, сол туралы айтқанбыз, иә. Мен шатасып отыр екенмін, ағай, кешіріңіз, иә. Тағы сұрақтарыңыз? Сіз Абай мектебіңіз, да? Абай мектебі. Жалпы осы, ағай, сіздерге үлкен рахмет, творчестволық табыстар тілейміз. Балаларды үлкен жұмыс атқарып жатсыздар ғой негізі. Иә, осы жұмысымыздың нәтижесін көрейік енді. Ал енді осы мысалы мектептеріңізде осы дос болайықтың арқасында бір оң нәтиже болған уақиғалар болды ма? Мысалы жаңағы жобалар 2-3 бала бірігіп жоба жасап достасып кеткен деген сияқты. Мына балалардың дос болайық жобасы аясында неге күз келді ғой, аға. Сол кезде бірлесіп құстарға ұя жасапшы,
ол да бір қамқорлық қой, адам іші жылайды соны көріп. Мысалы, орыс классы, ең ана бұзық балалар бар да ол жерде. Солармен бірлесіп, біреусі балға әкеп, біреусі шек әкеп, жаңағыдай ағаштан кәдімгідей нетіп жасаған ғой аға. Сондай бір қуантарлық дүние болды. Сосын буллингке қарсы не бір күшті видеолар жасаған балалар өздері ше, кәдімгідей қойылым қойылдағы. Өздері мобилограф болған, өздері неткен себебі біз үздік жаңағы бейне ролик несін құрдық қой. Үздік бейне ролик осы буллинг бойынша. Сол кезде балалардың өзара бір-бірімен ынтымақтастығы, ана кәдімгі актерлар сияқты ойнаған ғой ағай. Ана рөлді ше. Сондай бір бұрын енді ондай дүние бізде болмады ғой. Мына осы Досболаяқтың несінен алып жасалынып отыр ғой ол дүнияға. Сондай бір өзгерістер бар балалардың іші арасында. Өзара. Балаларды бір-біріне жақындастырса, балалар бір-бірімен достасса. Не бір бізге қарағанда қазір жастар аға креативті ойлайды. Мен, сіз, біз кеңес одағы ғой енді. Ана қазіргі жастар өте креативті ойлайды аға. Мына смартфонмен, неменше, неше түрлі нәрсе жасайды ғой. Енді оны мен өзім көзіммен көріп, менің мына нелер қатысып жүр ғой. Біз таң алып келеміз ағай. Неше түрлі жасайды балалар. Оны көзбен көру керек ағай. Ол үйде біздің ойымызға келмейтін дүниелерді айтып отырады ғой. Енді оны айтып жатқаным, жаңағы дебат клубына қатысып, менің өзімнің қызым, мысалы 10-шы класс оқитын. Қаншама достар тауып алды өзіне. Қазір керемет араласып тұрады солармен деген сияқты. Яғни біз дұрыс ұйымдастырсақ, ол балаларға одан тек қана плюс болады ғой. Мектеп парламенті де жаңағы дебат бар бізде Ұшқыр ой алаңы. Ол жердегі балаларда өте белсенді. Осы кешегі қай күні болды қыздар? Жұма күні ма? Аудандық білім бөлімі тарапынан Зейнелаева аудандық әкімшіліктен адамдар келіп бізде жиналыс өткізілді. Сол кезде бірінші жартылық қорытынды есебінде біздің жас полиция, жас жаңағы заңгер клубы, адал ұрпақ, жаңағы жас сарбаз, парламент керемет мақтады ағай. Ұйымдарды ше. Оның нәтижесі неде? Оның нәтижесі Досболаяқтың несінде ғой? Кәдімгі жұмыс жүргеннен кейін нәтиже болады ағай. Біз айтамыз, ашылған алақандай емес, жұмылған жұдырықтаймыз, біздің ұран деп балаларға. Көрдіңіз бе? Тағы бір сұрақ. Енді біз бірнеше облыстармен осында кураторлар бәріміз жұмыс істеп жатырмыз, бір-бірімізбен сөйлесеміз ғой. Сонда мынандай проблемалар естіліп жатыр. Жаңағы сауалнама алған кезде сауалнаманың сұрақтары түсініксіз деген. Сіздерде ондай проблема болған жоқ па? Мен сауалнама психологтар алды, сынып жетекшілерге бердік. Жалпы өзіміз Google форумнан аламыз, ондай не жоқ. Жақсы. Енді егер мысалы алдағы уақытта сондай дүниелер кездесіп қалған жағдайда, оны түртіп қойыңыздар, бізге айтыңыздар. Біз алдағы уақытта оны жетілдіреміз. Дұрыстауға тырысамыз, егер бір көңіліңізден шықпайтын дүниелер болса. Енді егер біз бірлесіп отырып жасасақ қана ол нәтиже береді. Бір ұсыныс айтайын ағай. Осы Досболаяқ бойынша курс бар ма? Курс ағай. Курс бар ма? Енді бізде курс қарастырылмаған, негізі оқыту курстары болса ағай. Себебі мен ана бүкіл жоспарды оқып. Сіздерге біз тек қана вебинарлар 2 рет өткіздік. Ол да курс серия ғой, енді вебинары. Потому что бұны Досболақты көбісі біле бермейді. Бізде пока апробация болады. Сіздер оны, біз қаншама вебинарға қатысып отырмыз ғой, Zoom платформасына өткізіп жатқан бұл рахмет. Қазір мен анықтайын, негізі бізде 10-шы қосымша болған, ол біліктілікті арттыру курсы болатын. Енді егер ол мен өтті ме, өтпеді ме анық білмей отырмын, сізге жазам, чатқа жазам, сол жерден оқисыз ғой. Программа 3 күндік па, 5 күндік бар ма? Иә, сондай. 3 күндік, 5 күндік программа бар. Біз өзіміз курс өтпейміз. Біздің отдел курс өтпейміз. Оны вообще басқа департамент өтеді бізде. Образовательная программа деп. Иә. Сіз зерттеу ғой, бәрі дайындаймыз. Жақсы, бұл жауабын жазам. Жақсы. Жақсы, басқа сұрақ жоқ. Жоқ.
Жақсы, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Мен Абай мектебін өте жақсы білемін. Бұрын Өрлеуде істегем. Өрлеуде істеп жүрген кезде Абай мектебінде мен біліктілікті арттыру курсын қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша, сол жерде жаңартылған бағдарлама бойынша курс өткем. Сол себепті Абай мектебі базардың жанында тұрған бір жақсы мектеп. Жанымызға жақын. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыз, рахмет. Жақсы ағай, сау болыңыз, рахмет.